түн, көшеде ғана түн. Ал пәтер іші күндізгідей жарық. Төбеден салбыраған люстраның жарығы әрине күн жарығына сәл-пәл жетпейді. 5 жасар Таймасқа жарықтың қайта әлсіз болғаны жақсы. Жарық әлсіз болса, жақсы ойланасың. Бөлме ішіндегі заттар көзге анық шалына бермейді. Ой бөлінбейді. Сонымен Таймас Тити ойланып отыр. Шындығында Таймастың Таймас екендігін балалар бақшасындағы подъездегі тетелестерінің көбі біле бермейді. Бәрі жаппай Тити деп атайды. Оған кінәлі Таймастың өзі. 2 жасқа жете бере тілі шығып, былдырлай бастаған. Дәл осындай қысқы кеште папасы мен мамасы: Таймас, сен дәу жігітке айналып, есейіп қалдың. Әр заттың, әр баланың өз есімі болады. Осыны біліп қой. Мәселен, әне анау төрдегі саған күнде кешке мультфильм көрсетіп беретін сирақты қобдидың аты? Телевизор. Кәне, телевизор деш? Таймас папасы мен мамасына бір экранды қобдиға 2 қараған. Сосын сұқ саусағын жып еткізіп аузына апарып, қайтадан арқасына жасыра қойды. Ауызға саусақты тек жаман балалар салады. Девиз, деді. Папа мамасы бір-біріне бақырайып қарады. Таймас содан-ақ бірденені бүлдіргенін сезе қойды. Және бүлдіргенде де әлгі экранды қобдидың төңірегінде қателік жасағанын анық білді де, сасқаннан девизді түзетемін деген оймен «Севиз» деп салды. Әке шешесі едәуір күйгелектенді. Мамасы бетін шымшады. Тіпті ұйықтайтын бөлмедегі трильяж айнаға барып, шашын тарап-тарап жіберді. Сосын қайтып келді де, папасының құлағына бірдеңе сыбырлаған. Папасы басын изеді. Мамасы Титидің алдына тізерлеп отыра қалып: «Ұлым, енді Таймас деп көрші», деді. Таймас ерінін икемге келтіремін деп біраз бүрістірді. Ақыры әжептәуір қиналып барып: «Тити», деді. Папасы да мамасы да қоса қабат күліп жіберген. Екеуі бірдеңені біліп күліп тұрған шығар деген оймен Таймас та жымиды. Әке шешенің қылығын қайталасаң, көп қателеспейсің. Енді папасы Таймастың ойының келтіретін ең сүйкімді көзқарасымен ұлына қарап: «Кәне, менің атым Таймас деп тағы бір қайталаш», деді. Таймас бұл жолы ерінің бүрістіріп, қайыстырып қиналмады. Бір нәрсені анық біледі. Тити деген сөз папасы мен мамасына ұнап қалды. Ұнағанда қандай? Ұнамаса екеуі қосылып күле ме? Қайтала деп қайта айта ма? Сондықтан бұл жолы мүдірмеді. Жауапты сақ еткізді: «Тити!» Папасы басын сипады. «Мейлі. Тити болсаң, Тити бол. Есейгесін өзің ақ Таймас атыңды тауып аларсың». Сол күннен бастап Таймас ұмытылды. Жаңа есім көрші пәтердегі, подъездегі, балалар бақшасындағы құрбы құрдастарына, тәрбиеші апайларына да тым-тым сүйкімді естілді ме, әрі бірден қағып алып, тез жаттай қойды. Тити. Қып-қысқа әрі айтар ауызға бір түрлі құйқылжып кетеді. Өзі тауып алған ат болғасын ба, Тити Таймастың өзіне де бек ұнап қалып еді. Сонымен Тити люстрадан себелеген әлсіздеу жарық астында ойланып отыр. Үйдегілердің әр қайсысы өз ісімен әуре. 6 класста оқитын ағасы Алмас көрші бөлмеде алгебрамен жанын қинап отыр. Қиналып отырғандығы сондай: X тең болады түбір астында A және Y деген дауысы да шығып кетеді. Тити ойын сәл бөліп, есік қиығынан көрші бөлмеге көз жіберіп еді, ағасының маңдайы тыржиып, алайыңқырап кеткен көзін төбеге қадапты. Алмастан Титидің көңілі қалып қойды.
ағасынан ақыл сұрамақ еді. Бүйтіп бір жиып тыржиып отырған адамнан қандай жөндем ақыл шығады дейсің? Папасының да қолы бос емес. Креслоға жайғасып ап, үстіңгі ерні жыбырлап, астыңғы ерні қыбырлап, туырлықтай газетті аударып төңкеріп оқып отыр. Папалары неге екені белгісіз, газетті ерні жыбырлап оқиды. Оның үстіне әлсін әлі қосулы тұрған телевизорға қарап қояды. Мұндайда папасы мазасын алған адамды кіржіндеп ұнатпай қалады. Ұрыспайды, жекмейді. Тек көзілдірік әйнегінің астынан ойын бөлген адамға соншалықты қинала қарайды. Тити үшін бұлай жекігеннен де ауыр тиеді. Өйткені папасын Тити сондай қатты жақсы көреді. Ал жақсы көретін жандарды шама келгенше ренжітпеген жөн. Орынсыз мазаламаған дұрыс. Тити іштей күрсініп салды да, алдында бауырсақтай шашылып жатқан ойыншықтарды жиып тастап, орнынан тұрды. Ас үйге беттеді. Мамасы кешкі астан қалған ыдыс-аяқтарды жуып, столды сүртіп, мұрнына су жетпей жүр екен. Көзіне түскен шашын алақанымен бір сыпырып тастап, ойнап біттің бе? Деді де қайтадан шанышқы қасықтарымен алысып кетті. Тити шешесінің етегінен тартты. Мам, мен қалай жиһангез болам? Шешесі баласының сұрағына оншалықты мән бермеді. Басын көтерместен күңк етті. Жиһангез? Болсаң бола ғой. Бала енді быртиған кішкене қолын шешесінің білегіне қойып. Қалай жиһангез болам, мам? Жуып жатқан шынаяғын қолынан сүріп алған мамасы Титиге жалт қарап еді. Қарамай-ақ қойғаны жақсы еді. Тым ашулы екен. Жиһангез? Онысы несі тағы? Ергіп тұрған ешкім жоқ. Ыдыс-аяқ жуып жатқанымды көріп тұр емеспісің? Бар да жатып ұйықта. Төсегің салулы. Ертең қыңқылдап оянбай қоясың да, балалар бақшасынан кешігіп қаламыз. Апайларың ұрсады. Ұрты қомпиып, еріні бұртия қалған Тити ұйықтайтын бөлмеге беттеді. Мамасына деген өкпесі қара қазандай. Жиһангез болудың жолдарын айта салса қайтеді, бәлесінбей. Таңертең оянбайсың, балалар бақшасынан кешігіп қаламыз дейді. Мәселенің өзі балалар бақшасынан шығып кеткенін мамасы қайдан білсін? Бүгін тәрбиеші апай Титилерге, яғни ересектер тобына жиһангездер жайлы әңгіме айтып берген. Сөйтсе, жиһангездер теңізге кеме салып жүзіп, түйе, ат, қодасқа мініп, тау тастар алайды екен. Кейде ыстық өлкелерде джунгли деп аталатын қалың, жыныс ормандарды да кезіп жүре береді. Тәрбиеші апай әлгі Колумб, Преживальский, Шоқан Уәлиханов деген саяхатшы ағайлардың суреттерін көрсетті. Колумб, Преживальский төменгі қабатта тұратын Михаил, Саша ағайларға ұқсайды екен. Ал Шоқан Уәлиханов өзінің папасына аз-мұз келеме деп қалды. Ішінде Тити бар. Әсіресе олдар жағы бұл әңгімені ауыздарының су ғырып тыңдады. Сыртқа шығысымен әркім әрғылай шуластай кеп. Ақыры сөз аяғын бәрімізде жиһангез боламыз деген кетіреді. Сол сәтте жиһангез болу оп-оңай секілдеді. Үйге келгесін ойланып көріп еді. Оның өзі қиын мәселе екен. Бәсе, қандай жолмен жиһангез болады? Теңіздер мен мұхиттарда жүзетін кемені қалай жасайсың? Тити тіпті бұл төңіректе суға жүзетін кішкене бассейннен басқа теңіз, мұхит бар дегенді естімеген. Ат, қодас, түйе, ормандар қайда? Осыны ойлағанда Титидің басы ауырды. Ақыры өстіп жатып қалғып кеткенін байқамай қалды. Жауырының күдірейтіп алған алмас қарды қарш-құрш басып, Титидің қолынан жетектеп келе жатыр. Пальтосының жағасын көтеріп алған. Өзі ой үстінде. Алмас ылғи ойланып жүреді. Әсіресе 6-шы класты бастағалы тым көп ойланатын боп кетті.
Өйткені биылғы оқу жылынан бастап пионерлер сарайындағы математика үйірмесіне қатысады, ал математика деген ойлантпай қоймайтын қызық сабақ болуы керек. Өзі тағы ауылдағы футбол командасының қақпашысы. Осы қалың ойдың кесірінен қақпаға доп жіберіп қойып та жүр. Сонда да ойлануын қоймайды. Тити де ойланып келе жатыр. Кешегі жиһангездік жайлы әңгімені есінен екі елі шығарған емес. Дұрысында бүгін таңертең ұмытып үлгеріп еді. Балалар бақшасындағы достары да кеше қалай жиһангез боламыз деп таласып тармасқандары жайлы тіс жармады. Біреуі әткеншек теуіп, екіншісі темірден соғылған, сырты боялған ракетаға кіріп кетіп, қым қуыт. Алдыңғы күні алмас сатып әперген жұлдызша значокты әркімге жылтыңдатып көрсетіп, бөсуден Титидің де күн бойы қолы тимеді. Енді міне өзін балалар бақшасынан алуға келген алмасты көргесін ғана жиһангездік ойына сарт етіп түсе кетті. Себебі Тити қалай жиһангез боламын деп мәңгіріп отырғанда, алмас көрші бөлмеде X тең болады түбір астында A және Y деп қойып есеп шығарып жатқан. Ұрыста тұрыс бар ма? Томалаңдаған Тити алмастың қолынан тартып қалды. Алмас! Жерге қарап тұқшиып, әлденендей ойға кеткен алмас. Y деп салмасы бар ма? Кешегі алгебра бүгінде басын қатырып келеді. Алмас дейім, деді, қыңқылын қоймай. Сонда ғана көзілдірігі дымқылданған алмас Титиге жалт қарады. О не? Қалай жиһангез болам? Алмас тұра қалып ойланды. Төңірегіне, көшеге, көшедегі өтіп жатқан адамдарға, сан қилы маркалы автомашиналарға көзілдірігін түзеп қойып, тесіліп қарады. Қалай түсіндірсем екен саған? Жиһангез? Бұлай. Сенің қасыңдағы балаларға жиһангез болу үшін алыс жерге саяхат шегудің қажеті жоқ. Бәрібір шаршап қалып, жетпей желкелерің үзіледі. Бұл алмас алда-жалда алгебра жайлы ойға батып кетпесе, әжептәуір мысқылшыл еді. Қалай жиһангез боламын дейсің бе? Кешке қарай, күн батпай жылы киініп алып, мына көшені бір айналып шықсаң болды, деді. Сонымен сөз тәмам. Алгебра есіне түсіп кетме, жауырыны аспанға шығып, басы салбырап жүре берді. Тити де біраз ойланып қалды. Екеуі іркесіп-тіркесіп пәтерге кірсе, әке-шешелері әлі жұмыстан қайта қоймапты. Папалары кеше кәсіподақ жиналысы бар, кештеу келемін деп отырған. Ал мамасы үйге ылғи да қас қарая, артынып-тартынып бірақ оралады. Жұмыстан шыға жолай дүкендерге жағалай кіріп, азық-түлік сатып алады. Алмас Титиді шешіндірді де қонақ бөлмеге ойыншықтарды салдыр-гүлдір түге салды. Ал құмарың қанғанша ойнай бер. Тек салдырлатпа. Мен сабақ қарайым деп бүйір бөлмеге кіріп кетті. Содан тырс еткен дыбыс жоқ. Тек анда-санда ашылған кітап бетінің сыбдыры мен қалам сықыры ғана естіледі. Тити ойыншықтардың біріне де тиіскен жоқ. Не сөйлемейтін, не жүрмейтін, жансыз мылқау ойыншықтардан ол баяғыда жалыққан еді. Құлағында алмас ағасының көшеде келе жатып айтқан мына сөздері шуылдап тұр. Қалай жиһангез боламын дейсің бе? Кешке қарай күн батпай жылы киініп алып, мына көшені бір айналып шықсаң болды. Дұрыс қой? Ағасы айтса қателеспейді, ылғи ойланып жүреді, математика үйірмесіне қатысады, жақсы оқиды, сап-сарымыстан жасалған көзілдірігі бар, қысқасы өте жақсы аға. Ендеше ағасының айтқанын орындау керек. Құлағын бүйірдегі бөлмеге салып, тыңдап отырды да, сүт пісірімнен кейін орнынан тұрды. Етігін, құлақшынын киді. Пальтосының жеңіне қолын сұқты. Түймелерін ілгектеді. Есікті сыбдырсыз ашты да, үн-түнсіз сыртқа шығып кетті. Бір басып, екі басып, сатыларды санап төмен түсе бастады. Ұзын бел
сұр үйлер қоршаған ат шаптырма аулада сөмке, портфель көтерген бір-екі аға, апайдан басқа ешкім көзге түсе қоймады. Тити қатарлы балалардан ешкім жоқ. Бәрі үйіне тарап кеткен. Аула қызыл асықтан келетін қар. Ауада бет ұшын шымшылайтын аяз бар. Қас қарайып қалған. Мұндай кезде папа-мамаларын тыңдайтын тәртіпті балалар үйлерінде поезд ойнап отырады. Әйтпесе, түрлі түсті қарындашпен сурет салып қызыққа батады. Титиді бұл жағдай еш абыржытқан жоқ. Ауладағы балалармен ойнай қояйын деген ойы да жоқ еді. Ол саяхат жасауға, алмас көрсеткен көрші көшені бір айналып, таң тамаша жаңалықтарды ашу үшін белін буып шыққан. Басқа балалар құсап үйде отыруға түк құлқы жоқ. Ешкім бұған бала екен деп көңіл бөлмейді. Алмас есеп шығарады, папасы телевизор көреді, газет оқиды, мамасы ас пісіріп ыдыс-аяқ жуады. Мейлі, өздері білсін. Титидің де ендеше айналысатын ісі бар. Көрші кварталды бір айналып келеді. Сөйтіп, жиһанкездік құрады. Апайы мақтаған Колумб, Уәлиханов сияқты ағаларындай болады. Тити ауладан шығып, көрші кварталды маңдай қалды. Көшеде кешкі қарбаласпен арлы-берлі ызғып жүрген адамдар жылы киінген 5 жасар балаға назар аударған жоқ. Тити машиналар ағылып жатқан көше жиегіне жақындай беріп, бағдаршамға қарап еді, жасыл жанып тұр екен. Бұл ештеңеден қорықпай-ақ өте бер деген сөз. Томпалаңдап көшені кесіп өте беріп еді, бір әулетті қолдар қолтығынан көтере іліп әкетті. Сол көтергеннен жолдың арғы шетіне тік еткізді. Зәресі ұшқан Тити сасқаннан көзіне түскен құлақшынды әлсін-әлсін жоғары көтере берді. Жиһанкездер көретін қиындықтар дәуде болса басталып кетсе керек. Мамаң мен папаң қайда, балақан? Түлкі жағалы апай сәл еңкейе түсіп, баланың бетіне үңіліп тұр. Тити неге екенін өзі де білместен басын изей салды. Мына екі кештің арасында сені көшеге қалай жалғыз жіберген? Адасып кетсең қайтесің? Қайда тұрасың, балақан? Тити өзі беттеп бара жатқан кварталдағы бір діңкиген сары үйді нұсқай салды. Және ең жақын тұрған үйдің өзі сол еді. Пәтеріңнің нөмірі қандай, білемісің? Тити нөмірді білетін. Алмас көшеде үйден ұзап шығып адасып кетуің мүмкін. Сондайда біреу сұрай қалса айтасың, деп 2-3 ай бұрын аты жөнін, үйдің телефонын, пәтер нөмірін әбден жаттатқан. Сол себепті бірақ деммен Тити, Таймас Құндақбаев, телефон 42-62-93, Жамбыл көшесі 165 үй, 31 пәтер деп салды. Түркі жағалы апай жымайды. Жарайсың, пәтеріңе телефон шалайын ба? Тити басын шайқады. Әлде өзің тауып бара аласың ба? Тити басын изеді. Бара ғой ендеше, сау бол Таймас. Ендігәрі көшеге жалғыз шықпа. Апай өз үйіндегі Тити секілді балаларын сағынып, асығып тұрған болу керек. Қарш-құрш басып, борандата жөнелді. Тити жоғары көтерген қолының басын қыбырлатуға әрең үлгерді. Сау болыңыз. Сөйтіп саяхат сәтті басталды. Өз ауласынан қарға алдым ұзап шықпай жатып, алғашқы жаңалықтардың ұшы көрініп қалды. Тити секілді балаларға көшеге жалғыз шығуға болмайды екен. Әлгі ең жақын тұрған діңкиген сары үйге жете беріп еді, бұрышта 2 қолын артына ұстап тұрған бір маңғаз қара баланы көзі шалып қалды. Өзі Титиге менсінбегендей кекірейе көз салып тұр. Мұндай балаларға Тити бұрыннан да қарадай тиіскісі кеп құлшынып тұратын. Тек жалғыз Тити емес, оның достары Данияр, Дәурендер де сөйтеді екен. Жалпы олар кербез балаларды жақтыртпайды. Әрі Тити жиһанкез ғой.
Апай Жиһангездер белгісіз жерлерді анықтап жаңалық ашат деген. Мына қара баланың шәнейіп тұруына қарағанда бойынан бір жаңалық табылып қалатын сияқты. Тити маңғаз баланың қасына жетіп келді, салған беттен: «Атың кім, әй бала?» деді жымыңдап. Бала оң шекесінен қырындап қарады. Шамасы жымың еткен Титиден аз-мұз сескеніп қалса керек. Әрі қыр көрсетіп тұр. Ақыры аузын тербейтіп: «Менің күшігім қайда?» деді. Тити аңтарылып қалды. «Менің күшігім қайдасы несі?» Тити атын сұраған жоқ бет. Қайдағы бір күшікте Титидің қандай қатысы бар? «Сенің атың жоқ па?» деп қайталап қадалып сұрады. Томпақ ауыз бала теріс қаратта күңк етті. «Мен сенімен ойнамайым. Күшігім қайда? Гранатым қайда?» Баланың біреуі ойнамаймын демесін. Десе болды, қасында тұрған екінші бала міндетті түрде қарадан қарап ойыны келіп тыпырши қалады. Тити де сондай мінездің баласы еді. Сол арада әлгі томпақ ауыздың жеңінен жұлқылап бетіне қарау үшін мойнын оң жағына қисайта: «Кел, алсайға, күресейға» деп қарқ болды да қалды. Томпақ ауыз сыныққа сылтау таба алмай тұр екен. Тити тиісіп, әншейін аспаннан іздегені жерден табылды. Асқан долылықтан аузы дөңгелене қалып, құлшына шыңғырып жіберді. Сосын ту сыртын қабырғаға бере жерге отыра қалды да өкшесімен жер тепкілеп қоя берді. Ата дейм, ата, қайдасың, ата?» Тити әбден састы. Күшігінде атасында қоса қабат жоғалтып алған баланы бірінші көруі. Ептеп жаны да ашып тұр. Орнынан тұрғызбақ болып, қолтығынан ала беріп еді, бала қолын қағып жіберді. «Кет! Тиіспе! Атама айтам! Күшігім қайда, гранатым қайда?» Маңғаз қара баладан көңілі әбден қалды. Ешкімге құлақ аспайтын, тіл алмайтын, үсті-үстіне бақыра беретін қызық бала екен өзі. Саусағын аузына сұға берді, қайтадан тартып ала қойды. Жаман бала сөйтеді. Қасынан кетіп қалды. Бұрышта айнала бере сұр үйлер қоршаған кең алаңның шетіне ілікті. Мұнда да ешкім көрінбейді. Қас қарайып, көлеңке үйіріле бастапты. 10-15 қадамдай жердегі қалқиған ағаштар ақ кірпі секілді домаланып тұр. Тити жалғызсырай бастады. Саяхат жасаймын деп, мана үйден шығып кеткенде көп балалармен танысып, жаңа әткеншек, сырғанақтарды көріп қайтамын деп ойлап еді. Балалардың бәрі үйіне тарап кетіпті. Мына екі кештің арасында әткеншек, сырғанақтар да көрінер емес. Қарны да аша бастаған ба, сазып тұр. Мана балалар бақшасында ұшы тесіліп қалған қолғабының басы тызылдай бастады. Саусақтары суыққа шыдамай барады, шаршаған болу керек, аяғы да талды. Әлгі көп сұр үйдің біреуінің подъезінің алдындағы орындыққа отыра беріп еді, тура қалтасының астынан ащы дауыс шаңқ етті. Зәре иманы қалмай, жүрегі тас төбесіне шығып, орнынан қалай атып тұрғанын білмей қалды. Жан дәрмен дегенде подъезге ұмтылды. Тап құлағының түбінде бір бала жаман дауыспен барылдап, айғайлап жылап келді. Ал балағына жұдырықтай ғана ақ қанден жабысып алған. Ізінен екі елі қалмай шаңқ етеді. Жаңа Тити көсіліп жайғаса кеткен орындықтың астында жатып алып шаңқ еткен ит осақ қанден. Тити подъезге сүңгіп кетті. Қанден шығар ауызда, екі құлағы тіп-тік, көздері отша жайнап, тұмсығы шошайып, үріп қояды. Өзі шоқиып отыр. Подъезге кіргесін ғана Тити құлағының түбінен жаман дауыспен жылаған баланың кім екенін айырды. Ешкім демес, нақ өзі екен. Енді ара-тұра мырсылдап қойып, сыңсып жылауға көшті. Жиһангездік жайына қалды. Біреулер дабырлап баспалдақпен төмен түсті. Мынау біздің гранат қой. Хайдар қайда жүр ендіше? Гранатты Хайдар ертіп шығып кетіп еді ғой.
мынадай бала біздің подъезде тұрмаушы еді. Қайдан келген? Деген сөздер жарыса жамырай шығып жатты. Ерні томпақтау келген жылы жүзді ағай аңтарылып тұрған Титидің иығына қолын қойып, кім боласың, қарағым, деді. Сол мұң екен. Титидің көңілі қайта босап, екі рет мұрнын қорс-қорс етіп тартып қойды. Жасқа тола қалған көзін төмен сала бере, Жиһангезбін, деді. Подъезд дүбірлеп кетті. Жиһангез, атыма? Жоқ, атым Тити, деді бұл күбірлеп. Ал үйіңнің телефонын білесің бе? Деді томпақ ауыз ағай еңкейе түсіп. 42 62 93, деді. Сосын ағасына тоқталып қарап еді. Әлгі бұрышта жер тепкілеп қалған долы балаға бет пошымы келіп қалғанда екен. Тити, папамды, мамамды, алмасты сағындым, қайтқым келеді, ал Хайдар үйдің сыртында тұр, деп егімен құбыланы нұсқады. Ағай, мен Хайдарды ертіп келейін. Тоңып қалған шығар. Сырттағы ойыннан кешігіп жатқанын естен тыс шығарып алыппын. Сен мамасы үйге барда 42 62 93-ке телефон шала қой. Тити деген балаларыңыз біздің пәтерде де. Телефон нөміріне қарағанда осы төңіректегі үйлердің біреуі. Титиді үйге ертіп апарыңдар, деді де сыртқа асыға басып шыға кетті. 10 минуттан кейін Хайдарлар тұратын пәтердің қоңырауы шырылдады. Есік ашылғасын үйге Титидің қойны қоныштарынан бу бұрқыраған папасы мен мамасы, Алмас, бәрі тайлы таяғы қалмай қотарыла кіріп келді. Манадан бері Хайдармен қол футбол ойнап отырса да, екі көзі есікте болған Тити орнынан ұшып тұрды. Сүріне қабына жүгіріп барып, үшеуін кезек-кезек құшақтап, жақсы көрем дей берді. Ол сол мезетте кішкентай көшенің төрт бұрышын, онда тұратын адамдарды бірін қалдырмай, түгел жақсы көріп тұреді. Бәрін, түлкі жаға шықты апай, Хайдардың папасы, тіпті Хайдардың өзін де. Әйтсе де, осылардың ішінде папасы, мамасы, Алмас ең жақсы көретін адамдар екен. Жиһангез Титидің бүгінге ашқан ең үлкен жаңалығы осы еді.